Бәріміз шырте құда жатқанда ерте тұрып жұмысқа шығатын мамандар жайлы білесіз бе? Я, ол аула тазалаушылар. Қазір сағат таңғы 05:08, маусым айы болса да дала салқын екен. Дегенмен бұл кісілер ауа райына қарамай жұмысын бір сәтке тоқтатқан емес. Осындай жауапкершілігі мол салада бүгін мен өзімді сынап көрмекпін. Міне жұмысшылар келе жатыр екен. Ендеше мен де жылдам іске кірісейін. Сәлеметсіздер ме? Мұнда қызметкердің бәрі медициналық психологиялық тексерістен өтеді. Бірақ қазір дәрігерлерді көріп тұрған жоқпын. Адам көп екен. Сұрап көрейік. Сәлеметсіздер ме? Сіздер не алып жатсыздар мұнда? Путевой лист алуға жетті тұрмын. Путевой лист алып, медицина бақылауына өтеміз бірінші. Меніңше мұнда медициналық бақылауға кезекте тұр ғой, иә? Ендеше бізде қосылайық қатарына. Осындай заманауи технологиялар арқылы тексерістен өтеді екенбіз. Меніңше мынау қан қысымын өлшейтін құрылғы. Осыдан кейін алкотест тапсыруға міндетті. Мына жақты басу керек пе? Міне осындай түпіртекті алған соң медициналық қызметкерлерге апарып тапсырамыз. Сәлеметсіз бе? Жұмысқа жарамды деп қол қойып мөр басқаннан кейін мені осында бағыттады. Бұл қала көшелерінде жиі көретін техникалардың тұрағы. Қазір бұл жерге жауапты механиктерді іздеп көрейік. Мәселен, мұнда жұмысқа кірісіп кетті. Ағасы, қазір немен айналысып жатсыз? Біз осы арнайы техникаларды көше тазалайтын. Соны неге жұмысқа шығаруға дайындап жіберіп жатырмыз, тексеріп. Дайын бе екен? Бұл қазір дайын. Жұмысқа жарамды. Жол жөнекей қарап келе жатырмын. Тазалық жұмыстарына кірісіп кеткен адамдар көп. Қазір бізде жақын маңдағы топқа қосылайық. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Сәлеметсіздер ме? Рахмет. Бүгін мен де сіздермен бірге жұмыс істесем деп ниеттеніп келдім. Рұқсат болса сіздің сыпырғышыңызды мен алайыншы. Маған тапсырма беріп қойып, бүгін бір кішкене демалыңыз. Сіздің осы жұмысқа келгеніңізге қанша жыл болды? 13-14 жыл. 13-14 жыл, иә? Жап-жас екенсіз. Береке, енді сіз қаланың тазалығына жауапты мамансыз қой. Сіздердің жұмыстарыңыз білуімше ерте басталады. Иә, ерте басталады. Біз таңғы 3-те тұрамыз. Осы таңғы 3-те тұрып, сол келгенше 5 болады, 5:30-да уже жұмысқа шығамыз. Обедтің уақыты уже. Сондан бізбен бірге барып, уже обед ішіңіздер, тамақ ішіңіздер. Ой, рахмет, ендеше бірге түстенейік. Жұмыс уақытымыз таңғы 6-дан басталады, сағат 10-да демалуға обедке келеді. Осы отыратын орындарымыз осы жер. 2 сағат демаламыз, 10-нан 12-ге дейін. Түстен кейін қол жұмысы азайып, техника іске кіріседі. Қала тазалық үшін жұмылдырылатын көліктің жалпы саны 450. Оның 131-і сыпырғыш құралдар болса, 107-сі жүк тиегіш. Топырақты алаңдарды тегістейтін агрейдер 28, ал көп функционалды шаңсорғыш саны 29. Күн батып қараңғы түсті, көліктер тұрағына қайта оралып жатыр. Енді түнде тазалық жұмыстарын жүргізетін мамандар іске кіріседі. Қазір бір кісі асығып бара жатыр екен. Қуалап жетіп алайын. Аға, кеш жарық. Қайда асығып бара жатсыз? Жұмысқа жол парағын ашып, енді ойынға шығып бара жатқан. Мына көлікті тізгіндейсіз ғой, иә? Иә. Бізді де алып кете аласыз ба? Жақсы отырмыз. Жақсы, рахмет. Ендеше кеттік. Аға, біз күндізгі ауысымның жұмысымен таныстық. Енді сіз түнгі сағат 10-нан өте жұмысқа шығып жатсыз. Неше сағат осы көлікте тізгіндейсіз? Мен міне осы шыққаннан таңертең 7-ге дейін 8 сағат. Жазғы уақытта 8 сағат істейміз, қысқы уақытта 12 сағат. Бала кезімде шопыр болып істеймін.
бірақ осы салалиевке 15 жыл болды. Жіпқа ауыр болса да өзіме ауыр емес. Бізде жаңағы праздник, жаңағы мұханой деген жоқ. Қала көшелерін осылай топталып жуасыздар, иә? Біз тұрғындардың видеоға түсіріп әлеуметтік желілерде наразылықтарын көрдік. Осындай жағдайларға жиі тап боласыздар ма? Ол күнделікті болып жатқан жағдай. Күндіз уақытта жусаң, күндіз кедергі кентінің кей. Түнгі уақытта жумайсың дамай, түнгі уақытта жуып келе жатырмыз. Біз солда қай уақытта жууымыз керек. Қазіргі уақытта міне қарап отырсаңыз, көше таза тәрізді көрініп тұр. Біз артымыздан жаңағы шансор, пылесоски сол өтеді, сол өткен үй қарасаңыз жаңағы. Жарты машина жаңағы шылының қол шығады ғой. Бір күн бойы түсірінде жүріп түйгеніміз Астанасында алып шаһарды таза ұстау оңай емес. Бәріміздің мұнтаздай мекенде таза ауамен тыныстап жүргеніміз дәл осы ісіне адал еңбекқор жандардың тынымсыз қызметінің нәтижесі.